Ассаламағалейкум, қадірменді көрермен. Бүгін ерекше форматта қызықты видео ұсынбақпын. Басты кейіпкер Хончи EQ M5. Кобальттың үстіне кішкене теңге қосып сатып алуға болатын қытайлық электромобиль. Әсіресе бұл автомобильше таксистердің арасында өте танымал тұлпарға айналды. Әрине, 7,5 миллионға бизнесті жұмыс жасауға мүмкіндік барда Кобальтты қайтсын. Бүгінгі менің мақсатым автомобильге шолу жасай отыра бір тәулікте бизнесті жұмыс жасап, қанша ақша табуға болатын тексеріп көрмекшімін. Заказ түсі. Ендеше мен кеттім. Такси менің негізгі кәсібім емес, бұл әшейін хобби деп, жегізейін деп тұрсың ғой бүгін. Бизнес тарифте жүру үшін өзіндік стандартқа сай болу керек. Ақ жейде, қара шалбар, қара туфли, таза автомобиль, артқы қатарда су, қаласа есікті ашып беру керек. Сондықтан клиенттің бүгін барынша комфортына мән беретін боламыз. Ал сіз еңбегімізді елеп, арнаға видеоны бастамай тұрып жазылып қойсаңыз зор болар еді. Ал жігіттер, қайырлы таң. Ояна салып жұмысқа шықтым. Автомобильдің қуаты 100%. Тәулік жүрісін жаңарттым. Бүгін бір сменадан кейін қуаты қаншаға дейін жеткенін тексеріп көретін боламыз. Ендеше линияға шықтым. Бірінші клиентті күтеміз. Негізі таксопаркпен жұмыс істейтін жігіттерге бұл тегін беріледі. Ал біз өзімізге жұмыс істегендіктен тегін еш нәрсе жоқ. Біреу, екеу. Кеттік онда. Айтпақшы айта кету керек, мен бизнеспен қоса Комфорт Плюсте және де электро тарифінде таксовка жасаймын. Сонда клиенттер көп болу керек, себебі менің аккаунтым әлі белсенді емес. Ол үшін көп клиенттерді апарып, жеткізіп, өзіңнің рейтингіңді көтеруің керексің. Ал мен дайымын, кішкене қобалжуы бар. Қараңыздар, Алматыда таксиге сұраныс сұмдық болып жатыр. Мұндай көк түспен белгіленген аймақтарда тапсырыс қабылдасаңыз, сізге 2,5 мың теңге бонус береді, қателеспесем. Кеттік ал, на линию. Әдіміне дегенше көп күттірген жоқ, бірден заказ түсті. 800 теңге дейді ғой, 800 теңге деген. Біз тапсырыс берсек, неғып сондай заказдар түспей? Клиентіміз Гагаринаның бойында тұр. Дереу жетіп алайын. Отказ басшы бермей тұрғанда. Опа, мен көніп тұрмын ғой, Кептеліс жайлап басталып жатыр. Сағат 8-ден 24 кетті. Біз 8-де бастағанбыз. Ал айтылған нүктеге келдік. Әзірге клиентті көріп тұрған жоқпын. Өміріме бірі келсе, бірі кетсе, өзгөрөбү көп нәрсе, өзгөрөбү көп нәрсе, бірі келсе, бірі кетсе, бірі келсе, бірі кетсе, өзгөрөбү көп нәрсе, өзгөрөбү көп нәрсе, бірі келсе, бірі кетсе. Ал жігіттер, бірінші клиентті жеткіздік. Жаңа 800 теңге деп қателеспін. 3730 теңге 7 шақырым жер жүрдік. Міне 22 минутта А точкасынан Б точкасына жеткіздім. Қалтада 3730 теңге бар. Енді таксопарктың және де дәл осы қосымшаның қанша пайыз ұстап қалатынын білмеймін. Оны кешкісін есептейтін боламыз. Ал бісміллә, жұмысымызды жалғастыра берейік. Мен саған бизнес тапсырыс беретіндер көп екен ғой қалада. Хончи компаниясының бас дизайнері Джейлс Тейлор. Бұл адамды автодизайн әлемдегі аңыз деуге болады. Rolls-Royce'тың экс-дизайнері, сонымен қатар Jaguar мен Citroën сияқты ірі брендтерде де еңбек еткен. Алайда дәл осы модельге қарап, сұлу деп айтуға ауыз бармайды. Басында Rolls-Royce секілді әдемі имидж қалыптастырып келді, бірақ қазір сол жолынан адасып, өзін таба алмай жүрген брендке ұқсайды.
Келбеті бір қарағанда көрт тышқанға ұқсайды. Моно қасы бар, бірақтан да күндізгі жарық шамы 2 бөліктен тұрады. Және де бас оптика бампердің мынау төмен жағына орналасқан. Өзбекстандағы Шевролеттер секілді Хончидің қорғасты ағы қарасына қарағанда қымбатырақ тұрады. Жанынан қарасаңыз байқайсыз, не деген ұзын база, тура 5 метр. Бұл седан үшін сұмдық. 17-лік дисклері жүрісін одан сайын жайлы, жұмсақ ете түскен. Хончи автокомпаниясының лимузин жасау тәжірибесі үлкен. Сондықтан мына жерге құдды бір әйнектің жалғасы секілді бутафория порточка орнатып қойған ғой. Ал енді клиенттің көзімен мына үлкен есікті ашып, салонға отыру жайлы ма екен? Тексеріп көрейік. Машалла, мынаны қараш. Бір үйдің дарбазасы ғой. Оппа! Көрдіңіздер ме, есігі не деген ұзын. Биік шанақтың арқасында басыңа да орын жетеді, автомобильдің ішіне сүңгіп кіруге болады ғой. Еденін қараңыздар, бір тегіс. Артқы жолаушыларға 12 вольтқа адаптер және де кондиционер дефлекторы бар. Тіпті өз костюмыңызды мына жерге іліп қойсаңыз да болады. Жалпы Яндексте бұл автомобильмен біраз жүріп көргем. Қараңыз, алдыңғы орындық пен менің тіземнің арасын бұлай еркін отырып, діттеген жеріңе смело, рахаттанып жетуге болады. Төрт дөңгелеп қала аралап, біздес тұрғарып және махаббат. Бұл шықып сазналсы өсіп таралар, керек емес үміттема, хей, аузыңды жап. Екінші тапсырыста көп күттірген жоқ. Клиент 4 шақырым жерде тұр. Екінші тапсырысымызға келдік. Есікті ашу қажет жоқ па сіздерге? Үш адамсыздар ма? Иә, кел. Сізге есікті ашып көрейін деп едім. Өзіңіз ғой. Тұрғанбек Ақатаева 155-те 1, иә? Сен ютубқа видео түсірмейсің ба? Танып қойдыңыз ба? Колеса, жаңалдар қарау. Екінші тапсырысымызды бітірдік. Біздің оқырманымыз екен, мен көзілдірік деп отсам да танып қойды. Келгенше әңгіме соғып, өз ойындағы автомобилін сұрап, қалай, брат, мынаны алсам қалай, ананы алсам қалай, бәрін сұрап келді. Бірақ түсірмеш, брат, деп өтінді. Ендеше үшінші тапсырысқа кеттік. Артын беріліп жатыр. Демалуға уақыт жоқ. Ассалаумағалейкум. Үшінші тапсырысты жеткіздім. Жолаушымыз мүлдем сөйлескен жоқ, өйткені әрдайым қолында ұялы телефоны болды. Ал 12% қуаты кетті. Где-то 20 шақырым жол жүрдік, 8400 теңге таптық. Мен қазір Аль-Фараби достықтамын. Жоғары жақта бизнеске тапсырыс болу керек негізі. Такси дорогой да Исентай, таксист пит жақтыртпай. Астымызда биыл ғана жарыққа шыққан рестайлинг нұсқасы. Қуаты қаншаға дейін шыдайды деген сұраққа бірден жауап бере кетейін. Негізгі екі нұсқасы бар. Төменгісі, яғни біздің астымыздағы 500 шақырым жүріп бере алады. Батарея сыйымдылығы 60 киловатт сағат. Ал жоғарғысы біздің елде сирек кездеседі, 610 шақырым өтетін, батарея сыйымдылығы 72 киловатт сағатына. Бірақ айтылған ақпараттар CLTC стандарты бойынша өлшенген, сондықтан бүгін нақты жүріс қорын тексеріп көретін боламыз. Ал қазір ғана 4-ші тапсырысты қабылдадым. Көктөбе жақты көрсетіп тұр. Қазір 6 минутта клиентке жетіп барамыз. Такси ма? Иә. Мә, саған не деген районға келдік, Пожалуйста. Тыныш қана жүрген едім өзіңсіз өмірді сүріп, алайда жүрегіммен сен көріп, жаныма бұл не деген көріп. Қазір ғана мынау Өжеттің төмен жағындағы Қарасу ауданына клиенттерді тастадым. Ойлағам, осы районда қалдым ғой деп кешке дейін жоқ. Бірден тапсырыс түсті, сұмдық. Бұл жақта да адамдар бизнес шақырады екен. Ал кеттік, мен жүйткіп барам келесі жолаушыма. Қазір қанша теңге таптық өзі? 12734 теңге. Әбетте бір бизнес ланч жейін деп тұрсың ғой, смело. Бауырым, 2 литр компот біреу емес.
你打电话联系要过了，我去那个亚年那边拿钱了，你 өзінің роднойлары отырды ғой машинаға. Не білетін едім қытайша? Хончи зор ма? Хончи зор ма? Very good, да, Хончи. Хончи. Кобальт тема. Кобальт тема. 5 жұлдыз қоясыңдар, хорошо? Қытайда қанша тұрады Хончи? Бұлар сол барахолкаға келе жатыр. Бір бутиктар бар ғой болса да. қайдағы сүйі менде уақыт жоқ сүйігі нан тауыш керек күнігі үйіме қанша көпті көрдім қысқа өмірді Артығымен беріп кетесін шығар деп едім. Ровно 2750 теңге беріп кетті. Ошмай пысығы. Хончи бұл Қытайдың люкс санатындағы автокөлік бренді. Оны FAW Group деп аталатын мемлекеттік концерн шығарады. Бұл Қытайдағы ең көне әрі мәртебелі автокөлік маркасы. Әсіресе елдің үкіметімен тығыз байланысты. Тұтынушылары қалталы азаматтармен шенеуніктер, сондықтан бренд жалпы сән салтанат байлыққа жақын. Қытайдың өзінде мынаның бағасы 7 лям. Бұл негізгі өз құнынан да арзан. Неге? Себебі мемлекет бұл бренд үшін субсидия төлейді. өмір деген оңай сүре білсең қумай көтеріліп құлай ешқашан ешкімді ұрмай жүре бер орныңда тұрмай Таксистсің ба, орныңды біл бауырым деп бөліп қойған ғой. Орындығы механикалық түрде реттеледі және де рөлі де дәл сондай, бірақ өкініштісі тек жоғары төмен екен. Құдды бір мына жерде ұзын адам отыратын болса, орын жетпей қалатын сияқты көрінді маған. Миым қортпай жатқан бір құбылыс электромобильде аналогты спидометр болған қайдан көрдіңіздер? Жалпы алдында да эргономика жаман емес. Пайдалы кеңістіктер көп. Мына жерге смартфоныңызды қойсаңыз болады, 2 стақан салғыш және де тағы да бір пайдалы кеңістіктер. Жалпы бюджетті автомобиль үшін материалдар жаман емес, қараңыз. Мынау жұмсақ, мынау да жұмсақ пластик. Ал ағашы енді өтірік болса да көзге бір қарағанда әдемі көрінеді. Бірақ салонда тек Type A және де 12 вольтқа адаптер ғана бар. Type C ұстайтындар ренжімеңдер. Жұмысымен, бірақ соғыста да әбет болған дейді ғой, сондықтан тамақтанып алайық. Сағат 8-де бастадым, қазір 12:30 болды. Тапқан ақшамыз 14.893 теңге. Автомобильде 76% қуаты қалды. 100-ге орта есеппен 13,5 киловатт сағатына энергия тұтынып отыр. Қазір барып зор бір лағманханадан тамақ ұрайын деп тұрмын ғой. Нурик чачамайды, Нурик чайчамайды. Нурик ішлайды, хаммасыны Нурик ішлайды. Ал, әбетке дейін 15.000 теңге таптық. Енді лағманханаға кеп бір-екі самсадан ұрып алайық. Сонымен ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Нурик қасыңда, Нурик ешқашан чарчамайды. Чарчамайды, Нурик чарчамайды. Білмеймін, өзім тойып отырым дегендей тамақтанып алғансың ғой. Ары қарай линияға шықсақ болады. өмір деген оңай бір орында тұрмай Хончи Eco M5 темір фосфатты аккумулятормен жабдықталған. Бұл кәдімгі классикалық литий-ионды батареяға қарағанда заманауи әрі төзімдірек келеді. Бұларда iPhone-ның батареясы сияқты уақыт өте келе шаршайды. Ал темір фосфатты батарея ұзақ қызмет етіп, өзінің емкісін жоғалтпайды ғой. Мультимедиа дисплейін монитор дейін бе, әлде барахолкадан аған планшет дейін бе, әйтеуір қараңыздар. Жоқтан бар ғой. Бір қызығы, Қытайда мынаған тікелей такси қосымшасын орнатуға болады, ал бізде ондай мүмкіндік жоқ. Сосынше, мынаған интернет болмаса, планшеті мүлдем жұмыс істемей қалады. Модем жүйесін қостым, бірақ әлі мына монитор оны көрмей тұр. Қазір мен климатты басқара алмаймын, Bluetooth-мен өлең қоя алмаймын. Міне, ештеңе жоқ. Такси үшін ішінде барлық нәрсе ыңғайлы. Мысалға, климатты дәл осы беттен реттеуге болады, ал автомобильдің баптауларының барлығы монитордың ішінде. Мысалға, жүрісін стандарт немесе эко режимге қойып, тіпті жылдамдығын шектеуге болады. Biri getse, özgürü көп нәрсе, özgürü көп нәрсе. Biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse, biri gelse.
Бизнеста қалған тарифтер сияқты тек жұмысқа баратын кезде және де қайтатын кезде көп тапсырыс береді де. Қазір обедтің кезінде тынышталып қалды. Жаңа біраз қол бос отырып едім. Қазір бір тапсырыс түсті. Микрорайон Астана 1-18-ден Назарбаева 187 деген мекенжайға апарып тастау керек. Ендеше кеттік, жол болсын. Міне қызық, клиентіміздің точкасы мына үйдің ішінде көрсетілген екен, бірақ мына жердің барлығын қазып тастапты. Енді қалай қыламыз? Хабарласу керек. Басқа жағынан кіріп көрмесе, клиентке хабарлассам алмай тұр. Ұялы телефон. Бұл жақта кіретін жер болу керек. Айтылған мекенжайға келдім. Қазір жолаушыны күтіп жатырмын. Міне өзі де жазды. Ақылы күту уақыты кетті. Әр уақытқа тиын қосыла береді. Қайталап жүресіз бе? Шаляпинаның бойында ма? Автомойка? Жарпы. Арт жақта, иә. Түсіндім. Жолым болып кетті. Жостық ма? Назарбаева Аль-Фарабиге тапсырыс түскен еді, бірақ клиенттің пландары өзгеріп кетті де. Сол ақшаны төлейм бауырым, бірақ мені мына жердегі автомойка әкеп тасташы деді. 1 шақырым жерге 3950 теңге берді. Құдай берем десе, Поршкеден береді деген осы екен ғой. Көрінбейді көп өтір күлгірсіген таңда, себебін іздеп шындықты торламаңда. Естіңіздер ме, кобальтті комфорттан алып тастады ғой. Мынау да сол сияқты бизнестан төмендеп кетуі мүмкін. Неге? Себебі ел майбақ болмаса да тым құрғанда Камри санатамен жүргісі келеді. Ал сен болсаң жетілямның машинасы мініп алып, қалада ойқастап клиенттересің. Мына қолым кәдімгідей құрысып қалды. Неге десеңіздер, мынада 2 аймақ климат бақылау бар да, бірақ қандай градусқа қойсаң да температура 16 тұрады ғой. Қазір 23-ке қойдым, 24-ке көтердім, 25-ке де қойып көрдім. Бәрібір салқын гулеп ұрып тұр. Ал тапсырысқа келдік. Орындамыз. Тапсырысқа келіп тұрсам, отказ басып саған қалай? Жарайды, мынау кедір-бұдыр жолмен қайта шығу керек. Жігіттер, қазір ғана айтылған нүктеге келіп, жолаушының көзіне қарап тұрған кезде бетіме қарап тұрды, отказ басып жіберді ғой. Білмеймін, түрім ұнамай қалды ма? Олай жасамасаңдаршы, неге ол? Қазір артынша бір тапсырыс келді. ЖК Шахристан дейді, сол жақтан алып кетеміз қазір. Сонымен аэропортқа апарып тастау керек. Жолаушыны әуежайға алып келіп тастадым. Төлем картамен тұр екен, 4680 теңге осы жерге дейін. Аль-Фараби, Науаидан. Әзірге рекорд осы 4680 теңге. Сыртынан қарағанда жүк салғышы қысқа көрінгенмен, ашқанда қандай кең екеніне көз жеткізесің. Мынау жүк салғыштың қуысын қараңыздар, не деген үлкен. Аэропорттан келген клиенттердің смело чемодандарын лақтырып жіберуге болады. Мына жерге бір емес, 4 чемодан әшейін сияды. Сдачи не нужно. Вы можете прямо сейчас выехать вот так вот. Қазір ғана қызық жолаушы түсіп қалды. Аэропорттан қалаға дейін 5350 теңгеге келді. Бірақ 6000 теңге беріп кетті. Бауырым, сдачын қалтаңа сап қой деді. Атасына рахмет осындайлардың. Кеттік, қазір сағат 5-тен 10 кетіп жатыр. Барлығы жұмыстан қайтады. Бүгін оның үстіне жұма. Жұмысым 12 сағатқа таяп қалды. Таңғы 8-де бастадым. Кешкі 8-де бітірем деген. Тағы бір тапсырыс. Жігіттер, жаңағы аэропорттағы клиентті алып келген жерден бірден заказ түсті. Мына бір 100 метр жерде тұр екен. Жолаушымыз алып кетейік та. Форум сауда үйіне апарып тастаймыз. 2024 жылы Қытайда Хончи EQ15 нарықтың айғырына айналды. Бір жылдың өзінде 90 000 автомобиль өз қожайынын тапқан. Ал биыл сатылым айтарлықтай бәсеңдеді. Ай сайын 2-3 мың автомобиль ғана өтуде, осылайша жарты жылда небәрі 15 мыңға жуық автомобиль сатқан.
2.5 әу бастан таксомотор ретінде шығарылғандықтан отбасы үшін алу күмәнді шешім. Неге? Себебі өзіне тән минустар бар. Мысалға, мынаны алатын болсаңыз, арнайы станцияда ғана қуаттай аласыз. Үйдегі кәдімгі баяу тоқпен қуаттау мүмкін емес. Бірақ кейбір қожайындары арнайы 3 фазалы станция үйіне орнатып қуаттап жатыр екен. Мен бұл ақпараттарды ауадан алған жоқпын. Колеса қосымшасын жүктеп пайдалансаңыз, сол жерде әр автомобильдің астында қожайындары өз ойымен, плюстармен және де минустармен бөліседі. Колеса KZ автомобиль сатуға және де сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша. Хончи 2.5 моделі алғашында Didi компаниясымен бірге шығарылған. Басында автомобильді Қытайдың жергілікті азаматтары өзінің жеке пайдалану үшін автомобильді сатып ала алмады. Түсінікті ғой, тек такси үшін шығарылғанда, кейіннен сұраныс артып, Өзбекстан, Қазақстан, Ресей елдеріне сұмдық экспортталғаннан кейін, қазір сол елдің азаматтары күнделікті пайдалану үшін автомобильді сатып ала алады. Менің жұмыс күнім аяғына жетті. Бел ауырды, шаршадық. Қыркүйек жақындап келе жатыр. Оның үсті бүгін жұма, сондықтан қалада сұмдық кептеліс. Соңғы жолаушымды аэропортқа жеткіздім. Мыңбаева Гагаринадан аэропортқа дейін 1 сағат 10 минут уақытта келдім. Сұмдық. Сондағы төлеген ақшасы, қателеспесем, қазір айтам, 6350 теңге. Жаман емес, жақсы. Бірақ 1 сағат пробкада ұйқың келіп кетеді деген кәдімгідей. Ал енді ең қызық сәт келді. Барлығыңыз күттіңіздер, білем. Автомобильдің қуаты қанша қалды, қанша тиын таптық, оны қазір көп ұзамай білесіздер. 12 сағат бойы таксовка жасадым, бел деген ауырып кетті жігіттер. Оңай емес. Ендеше нақты қанша ақша тапқанымды есептеп көрейік. Жалпы тапқан сумам 45.000 теңге. Одан комиссияны алып тастағанда 35.700 теңге таза қалтаға түсті. Қуатты да айта кету керек, 230 шақырым жүріп өттім және де соған жұмсаған ақшам 2200 теңге. Оны жаңағы 35.700-ден алып тастайсыздар, сонда мынандай сумма қалады. Бәлкім бұдан да көп ақша табуға болатын шығар, себебі автомобильдің қуаты әлі біткен жоқ. Негізі электромобильмен таксовать ету бұл бензинге қарағанда әлде қайда тиімді. Ал бізге мына автомобильді берген компания Ранат, сіздерге рахмет. Бүгінге осы. Сіздермен болған мен Нұрик Жеңіс, Қазколеса KZ арнасы. Қой, үйге барып ұйықтайық.